Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын үстіне ескі қысқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жүреді екен. Бір күні таныстары келіп сұрайды: «Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар, ақша, тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып үстіңізге ескі қысқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасуыңыздың мағынасы не?» деп сұрайды. Жомарт айтты деді: «Оның түрлі себебі бар. Ең әуелгісі, әдемі ат, асыл киім, өне бойым әдет етсем, өзімнен терезесі төмен бейшараларға жиіркеніп қарап, тең тетікке ұшынармын деп қорқамын. Екіншісі, бай бола тұрып, жұмыс жасап, кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер ғибрат алсын деймін. Үшіншісі, таңнан кешке дейін 1-2 пұлға нан сатып алып жесем де, сол бойыма тамақ болып тарайды. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, барлығын өзім қолдансам, мал берген иесіне кінәлі болармын деп қорқамын». Бұл жерде автордың айтқысы келген ойы, бай бола тұрып, жұмыс жасасаң кемшілік емес екенін айтқысы келді деп ойлаймын.